Сіз жаптыңыз ба, мың очконы осы айда? Сіз сол кезде сіз мына директор деген статус береді сізге. Сол за то, что сіз директорды жапқаныңыз үшін отырып аласыз дейді. Премия береді. Жақсы ғой, міне үшінші доход 36.660 теңге премия. 146.660, 51.330, 36.660 теңге премия береді. Бұл премияны ай сайын алуға болады. Келесі айда, допустим, скажем, сіз өзіңіз тағы кісі шақырған жоқсыз. Бұл жерде шақыра беруіңізді болады, маған сен 1000 кісі шақырсаңыз өзіңіз береді. Бірақ сіздің мына жақта білсіңіз, мына жақта білсіңіз, алtta бір кісі шақырды деп айтады. Солардан түскен балыңыз екі жағыңыз қайтадан 1000 бал болатын болса, сіз директорлығыңызды подтверждать етесіз да, мына 36.660 теңге сізге тағы төлейді келесі айда. Ал мысалы үшін келесі айда сіз бір жағыңызға түсіп, бір жағыңызға немесе бір жағыңызға 500, бір жағыңызға 1000 бал түсті ме, условия компанияны орындаған жоқсыз. Мына балдардан бинар аласыз, өзіңіздің шақырған кісіңіз болса, реферальный аласыз, личкіңіз болса. Бірақ мына премияны төлемейді. Бірақ сізден мына директорлықты алып тастамайды. Көп компанияда берген статусын алып тастайды, орындамай қалсаңыз. Ал енді одан кейін үшінші айда сіз қайтадан орындадыңыз ба мына нені, оборотыңызды. Сізге қайтадан төлейді премияны. Так можно ай сайын всю жизнь алуға болады. Сонда осы үшеуінен ғана сіз 234.590 теңге сізге табыс шығады. Одан 10% ұстайды, бұл налог емес. Бұл за то, что біз не аренда төлемейміз, өзі төлейді компания. Логистикаға төлемейміз, не складты, жұмасына товарды әкеліп жатыр, оған жанымыз қиналмайды, басымыз ауырмайды. Компьютерное обслуживание жасалып жатыр Турцияда, бухгалтериядан ақшамызды есептеп, бәрін істеп, дайындап бізге беріп отыр. Біз налогты өзіміз төлейміз, через ИП аламыз. Сол үшін 10% ұстайды, сонда мына осы екі кісі шақырғаным үшін 211.130 теңге табыс аласыз. Жақсы ғой 211 мың деген, солай ма? Әлде азғана ма? Как кісіге информация бердіңіз, екі кісі шақырдыңыз, 211 теңге. Сіз айдың аяғына шейін 10 кісі шақырып қоясыз. Солай мына сіздің кісілеріңізді сосын кейін өзіңіз кірдіңіз ба, екі кісіні шақырдыңыз ба, ендігі сіздің міндетіңіз осы екі кісіні ары қарай кісі шақыруға үйрету. Мына сіз істеген шаруаны одан істеп жатса, сіз кісі шақырмай-ақ отыра беруіңізге болады. Онан кейін мына екі кісіден шақырса, онан кейін ол үшеуіңіз жабылып, мына 4 кісіні үйретесіз. Бар өзі, менің командамда да бар адамдар бар. Кісіні жетектеп әкелейді, и главное біледі, қашаса. Сосын кейін өзде жоқ болып кетеді, кісіде жоқ болып кетеді. Болды, бір-бірі табыстарын алып, сұрасаңа кісін қайды десем, ой, ол ішіп жатыр, ол солай бай. Олай емес. Раз кірдіңіздер осы компанияға, кісі шақырдыңыз ба, даже бір кісі келді ме сіздің артыңыздан, сіз ответсіз сол кісіге. Сол кісіге өзіңіз қалай үйрендіңіз, солсақ, осы маркетингті, осы продукцияны бәрін жеткізіп, үйрету, ол әркімнің өзінің міндеті. Сонда ғана сіз мынадай үлкен табыстарға шыға аласыз. Ал егер кісі шақырдыңыз, болды, сонымен қалса, онда, конечно, әркімнің, мысалы үшін, мен шақырдым, мен энергетикама келді ғой. Біз мына жерде отырып жұмыс істей береміз, біздің команданың кісілерімен. Но все-таки шақырған кісі өзіге болса шақырып бірге жүретін болса, сол кісінің энергетикасы ғой келгені. Ол кісіге өте приятно, раз шақырды, бұл кісі мені ұмытқан жоқ, мені жұмыс істеп жатыр. Сондықтан осындай не бар. Сонан кейін біздегі енді 5-ші доход матчик бонус деген. Өз маған сондай ұнайды осы матчик бонус деген доход. Бұл доход қалай? Мысал үшін сіз не Рубин деген статусқа шықтыңыз, Рубин деген статусқа келесі. Бұл Рубиннің премиясы 84.330 теңге. Рубин болсаңыз, уже сіз 2,5 мың очко болғанда, 2,5-ыңызда сіз Рубин деген статусты жабасыз да, 84.330 теңге еще сізге мына жерде премия береді. Келесі айда сіз 2,5, бір жағыңыз болып, бір жағыңыз 1000 ғана болып қалса, мына директорлық нені премияны бермейді сізге. Сондықтан қай статусқа шықтыңыздар, сол статусты ай сайын подтверждать етуге жұмыс жасау керек. Астыңыздағы шақырған кісілеріңізді үйретіп шақырыңыз. Олар шақырмай жатса, өзіңіз жаңа кісі шақырып әкеліп жазыңыз. Әйтеуір сізге мына статусты ұстап тұрсаңыз, ай сайын осы мынаның беріп жатқан ақшасын бәрін аласыз. Сосын кейін матчик бонус деген сіз Рубинға шықтыңыз, сіздің астыңыздан келген кісі директор болады.
алдыңғы сіз секілді. Сол кезде сол директор болып 51.330 теңге алады ғой бинардан. Сол бинардан шыққан табыстың сіз 12%-ін сізге төлейді. Тағы да, мына уже 5-ші доход. Көрдіңіз бе? 12%. Мысалы үшін мен золотой бриллиант мен 3 линиядан аламын. Менің артымнан өзімнің личкадарымның мен мысалы үшін 10 мың ғой, менікі бір жағында көп, мына бір жағымыз ай сайын бөлмен жабылып отырады ғой, өйткені қысқа аяқтан списывать етіледі. Мына жақтағы көп очкодан мынау списывать етіліп, сол үшін саған ақша төлейді. Келесі айда қайтадан нөлден бастайсың малый ножкадан. Сонда мен осы айдың аяғына дейін 10 мыңымды жасап қойсам, мен мына 51.330 деген маған 10 рет төлейді. 513.330 теңге маған төлейді. Өйткені әрбір 1000 балға төлейді ғой. Сонда менің премиям бар, 293 мың, динарым бар, личка шақырдыстан, личкам бар, еще мына мальчик болыстан. Мысалы үшін менің үстімдегі, мен шақырған зәурешқаным қазір президент офисімен басы босып кетті. Көп компанияда мысалы үшін шақырған адам сізді біреу шақырса, сіз содан никогда басы босып кете алмайсыз, оның астында жүріңіз. Ал бұл жерде басы босып кетуге болады. Бірақ ол маған жақсы, зәурешқаным осы айда 25 мың очкомен жапса, малый ножкасын. Мына 51.330 теңге ол кісі 25 срез алады. Значит, миллион қанша алады? 1.200.000 бірдеңе алады. 1.300.000 ақша аламын. Сол 1.300.000-ден маған 15% түседі. Жақсы ғой. Бұл 5-ші доход. Ал оның артындағы зәурештің артынан жазылған кісінің 2-ші линиядан тапқан бинардан қанша ақша табады, мен одан 8% аламын. Оның астындағы кісіден 3-ші линиядан 7% аламын. Мына бинар менен мальчик бонус деген өте көп ақша. Не ғұрлым личканы көбірек жазсаңыздар, мына мальчик бонусты жақсы алып отырсыздар. Ол кісілер жұмыс істеп жатса, 1-ші линиядан көп түседі ғой. Мен қазір президентке жеткенде, мен уже 1-ші линиядан 18%, мен уже 4 линиядан аламын. Сол секілді бұна мальчик бонус деген бар. Онан кейінгі біздің доходымыз бұл жылына 2 рет, президент деген статусқа жеткеннен кейін жылына 2 рет сіз ай сайын мына 25 мың очкоңызды ай сайын жасап отырсаңыз, өзіңіз кісі шақырып жасайсыз ба, жоқ, бүкіл командаңызбен жасайсыз ба, жоқ, үстіңізден периодиктен түсем, әйтеу ай сайын осы негізді подтверждать етіп отырсаңыз болды. Сізге жылына 2 рет май менен ноябрь айында совершенно тегін билетіңізге дейін алып береді, фақат Турция 7 күн сол Турцияға барып демалып келесіз. Міне келдім, жол бәрі. Барып келдім, жол бармадым, келесі жол. Өткен ноябрьде барып келгем. Сонда тегін, даже самолеттен түскендеріңізді өздері тосып тұрады, сам мүспей өзі тосып тұрады, жиесімен, машинамен, сіздерді апарат, гостиницаға орнатады, өздері бірге болады, 7 күн бәрі соның ішіне включено. Теңізге түсесіз бә, жоқ, тамақ ішесіз бә, 24 часа еш уақыт кіріп, шопингтарға апарат, катермен аралатады, не сияқты мероприятиялар болады, сыйлықтарын береді. Сондай керемет 2 жылына 2 рет демалысы бар. Жақсы ма? Көп компанияда осының көбі жоқ. Оларда біресе депозитке деп ұстайды, біресе алаған деп ұстайды, біресе бинардың кеспейді. Бізде ол жоқ. Ол кісіге кезінде айтылған, ашу басқа компанияда мәшін береді, үй береді, сіздер неге бермейсіздер деді. Оған ол кісі айтты, ол үшін мен бинарды қысқартам деді. Ол мәшін үй беретіндер өз ақшаңды өзіңе беріп жатыр. Сенің бинарыңнан түскен ақшаның бәрін өздерін алып алады да, бір какой-то определенный процент береді. Соған саған мәшін әпереді, соған саған үй әпереді. Қалғаны өздеріне қалады. Ал бұл жерде олай емес, бұл жерде ол сразу айтты. Мен бинарды қысқартпаймын. Мәшін аласыңдар ма, үй аласыңдар ма, өздерің білесіңдер. Ал енді бұл жерде, мысалы үшін, қандай кереметте осы жерде бірі мәшін алып жатыр, үйді алып жатыр, бәрін алып жатыр, бәленбай үйден алып жатқандар. Міне осындай доходы бар, осындай керемет компания. Неғұрлым сіздің мына статусыңыз өскен сайын, мысалы үшін 5 мың очко болғанда сіз 1 лиям деген. Сіздің премияңыз өсіп отыр 146.600 теңге. Ал золотой бриллиант 2 жағымыз 10 мың очко болғанда 293.330, мынау только премиямыз ғана. А так 1.100.000, 1.200.000 айына алатын табысы менің.
Ал президенттердікі 2 миллион 200-ден асады. Ал Royal президенттердікі 5 миллионнан асады. Ал мына VIP президенттердікі 10 миллионнан асады. Ал сіз ай сайын личканы бір 10 личка келіп жасыңызшы. Үйті соның өзінен 73.330-дан сіз 10 рейс аласыз. Егер личканы ай сайын шақырып отырсаңыз. Өзіңіз білесіз қаншадан. Сондықтан бұл жердің табысы өте жеңіл табуға болады, өте көп, ешқандай жарыңыз қиналмай, ештеңе сатпайсыз. Көп компанияда пакет ай сайын активация жасап, товар алып, сосын үйінен склад жасап, соны не істейді, соны сатады, одан қаса подарок қылады. Бізде олай емес, біздің алған өзімізге 1 жылға деп алған мынауымыз жетпей қалады. Лично мен өзім қазір 2 айда бір кит пакет аламын. Потому что продукцияның құдіреті керемет дейді. Мен аптекаға дәрі жұмсағанша осыдан алып, бүкіл семьямен пайдаланамыз. Өзім өте көп денсаулықтан результат алдым. Сондықтан бұл жерде табыс та бар, бұл жерде демалыс та бар, бұл жерде орта да бар, бұл жерде денсаулық та бар. Енді мына не туралы қандай сұрақтарыңыз бар? Маркетинг туралы. Кім бізге не түсініксіз болды? Қандай сұрақтарыңыз бар? Қойыңыздар, жауап берейін.